Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын, жасалу жолы оңай, етпен және де картоппен дайындалатын бәліш әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта көптеген рецептілер сізді күтіп тұр. Ең алдымен қамыр дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге тоңазытқыштан шыққан 300 грамм маргарин, не болмаса қалаларыңыз бойынша сары май қолдансаңыздар болады. 700-800 граммның көлемінде ұн қажет болады. Оның жартысын салып, осылай маргарин екеуін араластырып, крошка күйіне келтіреміз. Үстінен 2 дана жұмыртқамызды, 150 грамм сметана мен майонезімізді саламыз. Әрқайсысы 150 граммнан майонезді, сметанады. Разрыхителімді және де тұзымызды салып, қалған ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Сметана мен майонездің орнына айран пайдалансаңыздар да болады. Не болмаса 300 грамм сметана, не болмаса 300 грамм майонез қолдансаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша. Тесті сол уақытыда әдемі болып шығады. Осылай жақсылап үйуін қандырып илейміз. Менде кішкене ұн қалды, барлығын қосқан жоқпын. Пакетке салып 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді начинкасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 400 грамм фарш, пияз, картоп әрқайсысы 1 данадан, және де тұз, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер, яғни специялар қосуларыңызға болады. Менде кепкен базилик, қара бұрыш, зира және де тұз болды. Осылардың барлығын араластырып, начинкасын дайындап алдым. Картошка мен пиязды майда етіп тураймыз. Дайын болған қамырымызды теңдей етіп 4 бөлікке бөліп аламыз. Осы рецепт бойынша қаласаңыздар теңдей етіп рецептін 2-ге бөлесіздер, сонда сіздерде бір ғана бәлішке рецепт шығады. Осылай көбейтіп азайта берсеңіздер болады. Пергаменттің үстіне қамырымызды домалақ етіп жайып аламыз. Қаласаңыздар ұн сепсеңіздер болады. Мен ұн пайдаланған жоқпын. Қамыр өте жұмсақ, жаюға ыңғайлы қамыр. Ортасына начинкамызды саламыз. Осылай шетіне жеткізбейміз, өйткені шеттерін қазір түйіп шығамыз. Мен үстіне сары май қосып жібердім. Қаласаңыздар қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, өздеріңіздің еріктеріңізде. Осылай екінші қамырды үстінен жауып, осылай шашты өрген сияқты өріп шықтым. Өте әдемі шығады узорлары, қарап үйреніп алсаңыздар болады. Духовкамызды бұл уақытта 180-190 градусқа қыздырып қоямыз. Мінекей өрілу өте әдемі әрі оңай. Бір қолдарыңызды үйретіп алсаңыздар, еш қиналмайсыздар. Мінекей бәлішіміз дайын. Мен 1 дана жұмыртқаны жардым. Сарысын ағын ажыратып отырған жоқпын. Солай бәлішіміздің бетіне жағып шығамыз. Қалаларыңыз бойынша қара тимин және де седана себулеріңізге болады. Мен біреуіне седана, екіншісіне қара тимин сеуіп шықтым. Алдын ала қыздырылған 190-180 градустық пеште қызарып дайын болғанша пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, біреудікі ерте қыздырады, біреудікі кеш қыздырады деген сияқты. Сондықтан пештеріңізге қарайсыздар. Мінекей біздің өте дәмді бәліштеріміз дайын болды. Мінекей ішін кесіп көрсетемін. Өте дәмді, жасап көріңіздер, жасалу жолда өте оңай. Астарыңыз дәмді болсын. Жақындарыңызды осылай тәттілермен қуантыңыздар.